Абайдың 32-ші қара сөзі. Білім ғылым үйренбекке, талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптының өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей, іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, және әр білгеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хосыр хасили болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағда сондай білсем екен деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді, көңілің жақсы ұғып, анық өз суретіңмен ішке жайғастырып алады. Егер көңіліңіз өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші. Ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалды емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас құзыршілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адам баласының шадастырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзде бұзықтарда болады. 100 тура жолдағыларды шадастырушы кісі бір қисық. Жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзде ғылымның бір жолы. Бірақ оған қирслану жарамайды. Егер қирсланса, өз сөзімшіл, құрурлық, мақтаншақтық, құзыршілік бойын жеңсе, ондай адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші. Әрбір хақиқатқа тырысып, іжтихатыңмен көзің жетсе, соны тұт. Өлсең айырылма. Егерде ондай білгеніңді өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші. Білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаса қылу, екіншісі мұхафаса қылу. Бұл екі қуатты зорайту жағатінде болу керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші. Осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген 4 нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғарттық деген бір нәрсе бар. Зинхар, жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны, ол бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніпті пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегенің тұрарлық мінезде азғырмайтын, ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл, ар үшін болсын.